Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте дәмді десерт дамский пальчикидің рецептісімен бөлісетін боламын. Оңай жасалатындығы мен өте дәмділігіне байланысты соңғы жылда дамский пальчики өте танымал десерттердің біріне айналды. Құрамы да өте қарапайым, кез келген дүкеннен табылады. Ең алдымен профитроли жасап аламыз. Ол үшін бізге 75 грамм сары май, 80 грамм сүт, 80 грамм су, шым-шым тұз, 6 грамм қант, 90 грамм ұн және де 160 грамм жұмыртқа қажет. Ең алдымен сүт, су, тұз, қант және де сары майды отқа қойып, орташа отта сары майымызды ерітеміз. Қайнап бастаған кезде ұнымызды қосамыз, електен өткізбесеңіздер де болады. Отымыздың астын баяулатып, қамырымыз шар тәрізді жиналғанға дейін араластырамыз. Дәл видеодағыдай айналдыра отырып араластырамыз, ұнымыз толық сіңуі қажет. Міне қамырымыз дәл осылай біріккен кезде және де түбіне жабыса бастаған кезде отымызды өшіреміз. Ендігі кезекте қамырымызды басқа ыдысқа салып суытамыз. Осылай араластыра отырып суытсақ болады, немесе 5-10 минутқа қамырды қалдырып қойсақ болады. Ең бастысы қамырымыз ыстық немесе қатты суық болып кетпеуі керек, жылы болуы қажет. Егер де термометрларыңыз болса, қамырды 40 градусқа дейін суытамыз. Міне менікі суыды. Егер де термометрлеріңіз болмаса, қолмен ұстап көрсеңіздер болады. Жып-жылы болуы қажет. Артынан міндетті түрде бөлме температурасындағы жұмыртқаны саламыз. Біртіндеп, яғни 3-4 бөлікке бөліп салуымыз қажет. Және де әр қайсысын жақсылап миксерлейміз. Егер де тоңазытқыштан бірден шығарып салатын болсаңыздар, қамырымыз суып, профитроли шықпай қалады. Сондықтан да 3 сағат бұрын тоңазытқыштан шығарып қоюға кеңес беремін. Барлық жұмыртқаны қосып миксерлеп болғаннан кейін қамырымыздың массасы дәл осылай болу қажет. Яғни қою емес, сұйық емес, орташа масса шығу керек. Бізге ыңғайлы болу үшін насатка мен кондитерский мешокқа массамызды салып, өзімізге дайындап аламыз. Мен ашық жұлдыз насаткасын қолдандым, немесе насаткасыз да, мешоксыз да 2 қасықты сулай отырып, дөңгелек формада жасасаңыздар болады. Әр профитролилерімізді өздеріңіз қалаған формада жасасаңыздар болады. Менің кеңесім бойынша кішкентай етіп жасасаңыздар өте ыңғайлы әрі тез піседі. Ең бастысы қызып тұрған пеште 165 градуста 20-25 минут пісіреміз. Қамырымыз суып қалмай жылы кезінде біз духовкаға салып жіберуіміз керек. Сондықтан да форма жасамай тұрып, духовканы қыздырып қоямыз. Пісу уақыты әр духовканың өзіне байланысты болады. Ең бастысы сіздер профитролилердің беті қызарғанда және де құрғақ, яғни бетінде ешқандай пузырьки болмаған кезде шығаруларыңыз қажет. Және де ескертетін жайт, пісіп жатқан кезде духовканың есігі мүлдем ашпау керек. Егер де ашып қойсаңыздар, біздің профитролилеріміз бір-біріне жабысып қалады. Келесі кезекте кремін жасаймыз. Ол үшін бізге міндетті түрде 33% сливки және де қант қажет. Біздің сливкиіміз міндетті түрде салқын болуы қажет, яғни бірден холодильниктен шығарғандарыңыз жөн. Артынан қантты қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан біртіндеп жоғарылата отырып, крем қоюланғанға дейін миксерлейміз. Ең алдымен 1-2 минут төменгі скоростьта миксерлейміз. Артынан скоростьті көбейте отырып,
Тағы да 3-5 минут арасында миксерлейміз. Өте ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ, себебі біздің креміміз сұйық болып кетуі мүмкін. Міне дәл видеодағыдай креміміз қоюланған кезде миксерді өшіреміз. Біздің креміміз ең бастысы өзінің формасын ұстап тұруы қажет. Біздің профитролиіміз және де креміміз дайын. Ендігі кезекте тек жинастыру қалды. Ең алдымен біз профитролилердің түбін тесіп аламыз. Осындай насатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен тесіп алсаңыздар болады. Кремнің 1/3 бөлігін кондитерский мешокқа салып дайындап аламыз. Соңғы етап, профитролилердің ішіне кремімізді құйып, крем салынған мискаға профитролиді салып, жақсылап кремге малып аламыз. Және бөлек ыдысқа тортымызды жинаймыз. Барлығында дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Міне барлығын жинап болдық. Ендігі кезекте бетін әсемдейміз. Шоколадты ерітіп, бетіне дәл осылай құйып шығамыз. Және де өз қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс-жидектерді қойсаңыздар болады. Міне өте тәтті десертіміз дамские пальчики дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Отбасыңызға ұсынбас бұрын тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып алғандарыңыз жөн. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін, себебі жасалу жолы өте оңай. Ең бастысы әрбір ескертулерді сақтай отырып жасасаңыздар, сіздерде де міндетті түрде шығатынына сенімдемін. Сіздермен бірге болған Мадина. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Келесі кездескенше.